намазы. Видеоны ары қарай көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, каналға тіркеле кетіңіз. Тараух намазының оқылуы. Тараух намазы 20 ракағаттан тұрады. Оны 2 немесе 4 ракағаттан бөліп оқыса болады. Әр 4 ракағаттан кейін 1 сәт отырып тынығу мұстахаб. Тараух намазы күнделікті 5 уақыт намаз сияқты сипатта оқылады. Тек бір ерекшелігі оның ракағат санында және соңындағы тәсбихында. 2 ракағатты толық оқып сәлем бергеннен кейін бір пәс тынығады. Кімде-кім тараух намазын әр 2 ракағатта сәлем беріп емес, әр 4 ракағатта сәлем беріп оқитын болса, алғашқы отыраста әт-тахият дұғасымен қоса салауатты да айтуы керек. Бұл жерде салауатты Аллахумма солли аля Мухаммад деп қысқа қайырса болады. Және сәлем берместен Аллаху акбар деп үшіншіге тұрғанда оны сәна әузу мен бисмилламен бастап, әрі қарай әдеттегі тәртіп бойынша оқиды. Сондай-ақ Фатихадан кейін қосымша сүрелерді Құрандағы реті бойынша оқыған дұрыс. Мысалы, бірінші ракағатта Фатихадан кейін Кафирун сүресін оқыса, екінші ракағатта одан кейінгі ретте тұрған сүрені оқиды. Реті бойынша одан бұрын тұрған сүрені оқымайды. Тараух намазы 2 ракағаттан 10 рет оқылады, яғни 20 ракағат болады. Әр 2 ракағат сайын тараух тәсбихі оқылады. Тараух намазын оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. 2 алақанын қыбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят, мысалы Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллахус-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиял аля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил аля деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші ракағатымыз аяқталды. 2-ші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсына ұстайды.
Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул а'узу бираббил фалақ. Мин шарри ма халақ. Ва мин шарри ғасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффаthati фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана раббиал азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиал а'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббил а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Әт-тахияту лиллахи вассалауату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل تغسم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. 2 иығына сәлем бергеннен кейін 2 алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Осы арада белгілі тәсбих түрін айту дәстүрге айналған.
Біздің елде мына төмендегі тәсбих айтылады. Субхана зил мулки вал малакут, Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут. سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.